Арифметикалық операциялар дегеніміз сандармен орындалатын есептеу операциялары болып табылады. Python тілінде негізгі арифметикалық операцияларды қосу, көбейту, бөлу, қалдықты есептеу, бүтін бөлікті есептеу және тағы басқа қолдануға мүмкіндік беріледі. Python тіліндегі арифметикалық операциялардың орындалу тәртібі олардың математикалық орындалу тәртібіне ұқсас болып келеді. Арифметикалық операциялар плюс таңбасымен сипаттамасы қосу, минус таңбасы азайту, жұлдызша көбейтуді, дроп бөлуді, процент бөлгендегі қалдық бөлікті, 2 дроп бүтін санды бөлу. Ал 2, яғни көбейту жұлдызша бұл дәрежелеуді білдіреді. Арифметикалық өрнек сандық мәндерден тұратын және арифметикалық операцияларды қолданатын өрнек. Сіздерге есепті түсіндіретін болсам, яғни арифметикалық өрнектердің программада жазылу ережесімен және нәтижесімен түсіндіріп өтейін. Ол үшін сіздерге алдарыңызда айдылға print 15 пен 5-тің қосындысын, print 20 қосу минус 3-ті және print 13,4-ті жетіге қосу программасын жазып қойдым. Ені запуске берейік, запуске ран арқылы берейік. Нәтижесін алдық, яғни 15 пен 5-тің қосындысы 20-ға және 20 мен минус 3-тің қосындысы 17-ге тең екені, сонымен 13,4-ті 7-ге қосқанда 20,4 шығатын бізге нәтижесін көрсетіп болды. Енді азайту амалына тоқталайық. Азайту амалына тоқталу үшін дәл осы есепке тек плюстердің орнына минус таңбасын қойып шығайық. Тағы да дәл жаңағыдай запуске береміз. Запуске бергенде міне нәтижесі шықты. Яғни 15 пен 5-тің айырмасы 10-ға, 20 мен минус 3-тің айырмасы 23-ке, яғни 2 минус болған кезде қосылып кетеді. 13,4 пен 7-нің айырмасы 6,4-ке. Енді көбейту амалына тоқталайық. Береміз. 5-тің көбейтіндісі 75-ке тең. Ал 7 мен 1,5-тің көбейтіндісі 10,5-ке. Минус 3 пен 12-нің көбейтіндісі минус 36-ға тең болып тұр. Ол кезде нәтижесі. Яғни 15-ті 5-ке бөлген кезде 3,0, яғни 0 қалдық. 7-ні 2-ке бөлген кезде 3,5, яғни 3,5 қалдық. Келесі 5-ті 2-ке бөлгенде 2,5 қалдық, 2,5, яғни. Бұл жерде бөлуді біз дроп, яғни бөлуді мысал жазып қойдым. Бұл бізде бөлгендегі қалдық бөлікті анықтайды. Яғни процент операциясы санды бөлгендегі қалдық бөлікті. Мысалы 8-ді 2-ке бөлгенде қалдық бөлігі неше соны анықтайды. Запуске береміз. Міне көз алдарыңызда көрініп тұр. Яғни 8-ді 2-ге бөлгенде 4-тен береміз, 0 қалдық қалады, 0. Келесі 12-ні 5-ке бөлеміз, 2-ден береміз, 10, 2 қалдық қалады, міне шығып тұр. 13,2-ні 5-ке бөлгенде 2-ден береміз, 13,2 қалдық қалып тұр. Яғни санды бөлгендегі қалдық бөлігін процент операциясымен орындайтын боламыз. Бізде келесі есеп бөлгендегі бүтін бөлікті есептеу. Яғни 21-ді 4-ке бөлгендегі бүтін бөлік. Яғни 21-ді 4-ке бөлгенде 5-тен береміз, 20 болады. Яғни 5-ті есептейді. Запуске береміз. Міне бізде шығарып берді. Яғни 21-ді 4-ке бөлгендегі бүтін бөлік 5-тен береміз, 20. Бір қалдық, яғни бүтін бөлігін есептейді бөлген. 12-ні 5-ке бөлеміз, 2-ден береміз. 9-ды 3-ке бөлеміз, 3-тен береміз. Яғни санға бөлгендегі бүтін бөлігін есептейді. 2 дроп операциясымен орындайтын боламыз. Дәрежелеу амалы, яғни 2-ні 3 рет дәрежелеу және 5-ті 2 рет көбейту. Ол үшін нәтижесін көру үшін запуске береміз. Сохранить етеміз, яғни 2-ні 3 рет көбейткенде 8-ге тең, 5-ті 2 рет көбейткенде
25-ке тең. 5-те 5-ке көбейткенде 25-ке тең. Келесі сіздерге түсіндіретін нәрсе, математикалық функцияларды программада шақыру үшін, яғни математикалық функциялармен жұмыс үшін біз импорт командасын қолданамыз. Match модулі импорттау үшін match модулін қосамыз. Модульдің көптеген функциялар бар, соның біріншісі бізде for функциясы. N1 тең match for, яғни біз match модулін пайдалана отырып for функциясымен жұмыс жасаймыз. For функциясының қызметі, яғни бұл жерде санды дәрежелеу. Яғни 2 деген санды 3-ке дәрежелейді деген сөз. Мысалы, мына жерде 5 беріп, оны 4-ке дәрежелеуге болады. Запуске береміз, яғни кез келген санды дәрежелеу. 2-ні 3 рет көбейткенде 8-ге тең екенін бізге көрсетіп тұр. Тағы бір мысал ретінде 5-ті 3 рет көбейтейік, мысалы. 3-ке дәрежелейік. Запуск береміз. 125, яғни 5-ті 3 рет көбейткенде 125-ке тең. 5-ті 5-ке өткенде 25, 25-ті 5-ке өткенде 125 шығады. Есеп шығып тұр. Келесі бізде санның квадрат түбірін табу. Ол үшін бізге square функциясы қажет. Square функциясы қажет. Яғни match модулінен square функциясын шақырамыз. Мысалы, 9-дің квадрат түбірі бізде 3-ке тең. Міне. Келесі мысалы 25 деп, мына жерде өзгертейік. 25. Запуске береміз. Ол кезде бізде 5 шығу керек. Міне, 5 шықты. Дұрыс. Келесі бізде функция ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеу. Яғни бүтін санға дейін дөңгелектеу үшін бізге cell функциясы қызмет атқаратын болады. Яғни біз 4,156 деген санды беріп отырмыз. Запуске береміз. Сонда бізді ол 5 деген санға жуықтап береді. Мысалы, басқа да бір мысал берейік. 9,2. Запуске береміз. Міне, бізде онда жақын жуық мән 10 деп көрсетіп тұр. Запуске береміз, сақтап алып. Яғни 9,2-ке тең дегенде 9-ды көрсетіп тұр. Мысалы, 9,8 деп жазайық, мысалы. 9,8. Запуске береміз, сақтаймыз, онда да 9. Яғни ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектейді. Бұл керісінше ең жақын бүтін санға дейін емес, бұл ең кіші бүтін санға дейін дөңгелектеп тұр.